Саламатсыздар ма оқушылар? Математика сабағы бүгін 149 сабақ құрама есептер деген тақырыппен танысамыз. Бұл тақырыпта біздер есептерге талдау жасаймыз және оны шығарамыз. Енді осы тақырып бойынша мен есептерге шолу жасайын. Бірінші есепті қарайық, есепті шығар. Ғарыш айлақта екі жаңа электр желісі жүргізілді. Бір желіге ұзындығы 48 км, екіншісіне 2 есе кем сым жүргізілді. Егер 1 километр сымның массасы 159 кг болса, жұмсалған барлық сымның массасы қанша дейді. Не белгілі бізде? Бізде белгілі бір желіге жүргізілген сым белгілі, екінші желіге жүргізілген сым одан 2 есе кем екені айтылады, және 1 километр сымның массасы 159 кг екенін енді біз табамыз, барлығын табуымыз керек. Енді есептің шартын жазайық. Бірінші желінің ұзындығы қанша километр дейді? 48 километр дейді. Екінші желі беріледі. Екінші желінің ұзындығы белгілі ме? Белгісіз, бірақ одан біріншіден 2 есе кем дейді. Бізден сұрайды барлығы қанша километрге және қанша килограмм сым жұмсалды. Барлығы қанша километрге және қанша килограмм сым жұмсалғанын сұрайды. Бұл жерде бізде 1 километрге 159 килограмм сым кеткен айтылып тұр және. Енді шешуі. Не істейміз? Бірінші біз екінші желінің ұзындығын табамыз. Ол үшін мынадан бірінші желден 2 есе кем дейді. Не істейміз? Бірінші амал 48-ді 2-ге бөлеміз. 24 километр шығады. Бұл екінші желінің ұзындығы. Екінші амалды не істейміз? Бірінші амал деп қойып. Екінші. Міне, екіншісін тапты. Біріншісі 48, екеуін не істейміз? Мына километр табу үшін қосамыз. 48-ге 24-ті қосамыз. Қанша километр шығады? Соны жазасыздар, ол барлық желінің ұзындығы болады. Енді үшінші амал, 1 километрге 159 килограмм сым жұмсалса, сонда бұл 78, мына жерде 78 болады. Мына жердегі санды не істейміз? Мынаған көбейтеміз. Сонда біздің есебіміздің жауабы шығады. Жауабы барлық сымның массасы шығады. Барлық сымның массасы шығады. Міне мынау шығады. Балалар, өздеріңіз жазасыздар. Есепке назар аударайық. Асы зауыт жылына зымыран құрастыруға қажетті 16326 бөлшек дайындайды. Олардың 6-дан 1 бөлігі болаттан, 2725-тен темірден, қалғаны алюминийден жасалды. Зауыт жылына неше алюминий бөлшек шығарады? Осы есепті шығара қояйық. Асы не белгілі балалар бізде? Барлығы белгілі. Барлығы қанша? Барлығы 16326. 6 бөлшек. Одан кейін болаттан жасалғаны. Болаттан белгілі ме? Белгісіз, бірақ мынаның 6-дан 1 бөлігі. 6-дан 1-і. Темірден жасалған. 2725 бөлшек. Енді бізге сұрайды алюминийден. Алюминийді табамыз. Не істейміз? Бұл есепте бірнеше амалмен шығады. Бірінші нені тауып аламыз? Болатты тауып аламыз. Ол үшін не істейміз? 16326-ны 6-дан 1 дейді. Не істейміз? 6-ға бөлеміз, 1-ге көбейтеміз. Сонда мына болаттың бөлшегі шығады. Одан кейін екінші амал. Не істейміз?
мына барлығынан 16326-дан темір мен болаттың қосындысын азайтамыз. 2725 пен мына жердегі, яғни мынаны азайтамыз. Сонда бізде алюминийдің қанша алюминий жұмсалғаны шығады. Сосын жауабын өздеріңіз жазасыздар, балалар. Бұл 2-нің асы. Енді әсін қараймыз. Өздеріңіз шығарасыздар, мен бағыт-бағдар беріп отырмын, балалар, сіздерге. 2-нің әсін қараймыз. Зауыттың 425 жұмысшысының әрқайсысы күніне 236 бөлшектен жасайды. Оның 25-тен бір бөлігі авиатехниканы жөндеуге, ал қалған бөлшектің жартысы жаңа техника дайындауға жіберіледі. Неше бөлшек жаңа техника дайындауға жіберіледі? Енді осы есепті шығарып көрейік, балалар. Әсі не белгілі? Не белгілі? Жұмысшы белгілі, е? Неше жұмысшы? 400 жұмысшы. 425. Ол 425 жұмысшы дейді. Әрқайсысы күніне 236 бөлшектен жасайды. Осы жұмысшы күніне әрқайсысы бір күнде 236 бөлшек жасайды екен. Авиатехниканы жөндеуге белгісіз бөлшек және оның несі дейді? 25-тен бірі. Мынаның 25-тен бірі. Қанша бөлшек қалғанын сұрап тұр. Қалды белгісіз бөлшек. Және жаңа техниканы дайындауға дейді, тағы да бар екен, е? Жаңа техниканы дайындауға белгісіз бөлшек 2-ден бірі. Бұл есепте, балалар, құрама есепке жатады, бірнеше амалмен шығады. Бірінші амал. Бірінші нені тауып аламыз, балалар? Авиатехниканы жөндеуге кеткен бөлшекті тауып аламыз. Ол үшін стрелка міне жұмысшыға барып тұр. 425-ті 236-ға көбейтеміз. Сонда барлығы шығады. 100.300. 100.300 шығады. Бұл барлығы бір күндегі, е? 100.300. Енді екінші амал. Осы 100.300-ді бөлемін. 25-тен бір бөлшегін табамыз. 25-ке бөлемін, 1-ге көбейтемін. Міне. Бұл авиатехниканікі. Үшінші нені табамыз? Қалғанын табамыз. 100.300-ден азайтамын. Жаңағы мына жерде шыққан санды азайтамын. Міне мына шыққан санды. Сонда бізде қалғаны шығады. Балалар. Төртінші амал. Манағы 9000. Мына жерде шыққан санды 2-ге бөлем. 2-ге неге бөлді? Мына 2-ден бір бөлігі. 1-ге көбейтем. Сонда жаңа техника шығады. Міне. 4 амалмен шығып тұр. Жаңа техника жауабы. Жаңа техника. Әрқайсының жауабында жазуға болады жеке-жеке. Деп өздеріңіз жауабын жазасыздар. Бұл екінші есептің әсі. Жақсылап есептеп жазып алыңыздар. Есепке назар аударайық. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Жас ғарышкерлер үйірмесінің кіші тобында 46-45 оқушы, ал ересектер тобында 27 оқушы бар. Бұйым жасау үшін әрқайсына 4 метрден сым берілетін болса, барлығы қанша метр сым сатып алу керек? Есеп өте жеңіл, балалар. Назар аударып шығарамыз. Тәсілдерін көрсетеміз, сосын неше тәсілмен шығарамыз. Не белгілі? Кіші топ белгілі, е? Кіші топ. Кіші топта 45 оқушы дейді.
ересектер тобы, яғни үлкендер тобы, ересектер тобы тобында 27 оқушы бар екен белгілі. Енді осылардың әрқайсысына 4 метрдан жұмсады дейді. 4 метрден жұмсады дейді. Енді есептің сұрағын қарап жіберейік. Барлығы қанша метр сым сатып алу керек? Барлығы қанша метр сым сатып алу керек? 4 метрден жұмсағанда. Шешуі. Бірінші тәсіл, бірінші нені тауып аламыз? Мына жердегі барлығын тауып алуға болады, 45-ке 27-ні қосамыз. Бұл мына жердегі барлығы шығады. Содан кейін екінші амал не істейміз? Сол шыққан санды, барлық оқушы шығады, мына жерде барлық оқушы шыққан санды әрқайсына 4 метр дейді. Яғни міне мына шыққан санды мына жерге жазып, оны 4-ке көбейтеміз. Сонда бізде барлығы оқушы шығады, және барлық оқушыға қанша метр сым сатып алу керектігі шығады. Барлық оқушыға қанша метр сым сатып алу керек екен шығады. Енді осының екінші тәсілі бар, балалар. Екінші тәсілі не істеуге болады? Бірінші, мына 45-ті әрқайсы дейді 4-ке көбейтіп алуға болады, 45-ті 4-ке көбейтуге болады. Сосын 27-ні тағы да әрқайсы дейді 4-ке көбейтіп алуға болады. Сосын екеуінің қосындысын жазуға болады. Мынау жауапта екеу бірдей болады, міне. Мынаның қосындысы, міне, осылай тәсіл. Мынау бірінші тәсілі, міне, мынау бірінші тәсілі, мынау екінші тәсілі. Түсінікті ме, балалар? Кеттік, әрі қарай. Үшінші есептің әсін қарай. Өздеріңіз жасасыздар. Үшінші есептің әсін қарай. Осы үйірме үшін әрқайсында 9 үлкен батарея бар. 8 қорап және әрқайсында 18 кішкентай батарея бар. Дәл сонша қорап әкелінді. Барлығы неше батарея әкелінді? Бұл есепті де әсін қарайық, балалар. Есептің шартын жазып аламыз. Неше қорап дейді? 8 қорап. Ол 8 қорапта қандай батареялар бар дейді? 9 үлкен батарея бар дейді. Содан кейін тағы да 8 қорап, дәл сондай 18 кіші батарея бар дейді. Бізден сұрайды барлығы қанша батарея бар екен? Шешуі. Бірінші тәсіл. Не істейміз? Дұрыс айтасыздар. 9 бен 18-ді қосамыз. Оны әрқайсында 8 болып тұрғандықтан 8-ге көбейтеміз. Сонда барлығы шығады. Екінші тәсіл не істеуге болады? Жеке-жеке жаңағы 9-ды 8-ге көбейтіп алуға болады, 9-ды 8-ге көбейтіп алуға болады, және 18-ді 8-ге көбейтіп алуға болады. Бұл екінші тәсіл. Сонда барлығы жауабы шығады. Міне, балалар. Үшінші есептің әсін осылай есептеп шығарасыздар. Төртінші есепке қарайық. Әріпті өрнектің мәнін тап дейді. Кесте бойынша берілген А және Б әріпті өрнек. Әріпті өрнегі мынандай. Жақшаның ішінде А мен Б-ның айырмасын 6-ға көбейту. Яғни бұл жерде А-ның орнына мына сандарды қоясыздар жеке-жеке, Б-ның орнына мына төмендегі Б-ның тұсындағы сандарды қойып, сол екеуінің айырмасын 6-ға көбейтесіздер. Біреуін шығарып көрейік. Әріпті өрнегіміз ол А азайту нешінші есеп мынау? 4-ші есеп, балалар. А азайту В көбейту 6 бұл әріпті өрнегіміз. Енді А-ның орнына нешені қоямыз бірінші? А-ның орнына 29846-ны қояйық. В-ның орнына 2683. Енді осыны санды өрнекке айналдырамыз. 29846
846 азайту 2683 көбейту 6. Міне біздің санды өрнегіміз. Енді осының мәнін табамыз. Бірінші амал жақшаның ішін орындаймыз, содан кейін шыққан санды 6-ға көбейтеміз. Шығады сонда 162978. 162978. Төртінші есепті әрі қарай өздеріңіз дәптерге өз беттеріңізбен орындайсыздар. Келесі. Енді 5-ші есепті түсіндіріп жіберейін балалар мен сіздерге. 5-ші есепте балалар, 5-ші есептің асында қараңыздар. 99-ға көбейту тәсілін қара және есептеуді орындайды. Осыны жақсылап түсініп алайық. 5-ші есептің асы мен әсін қазір түсіндіремін. Сіздер әрі қарай шығарасыздар. 54 пен 99-дың көбейтіндісін шығару үшін бірінші көбейткіш 54, 54-ті 100-ге көбейтіп, одан азайтамыз шыққан сананы бірінші көбейткішті, яғни 54-ті. Сонда 54-ті 100-ге көбейтіп, 54-ті азайтамыз. Екіншісін шығарып көрейік. 5-тің әсі. 5-тің асы. 79-ды 99-ға көбейту. 79-ды 99-ға көбейтемін. Ол үшін не істеймін? Бірінші көбейткіш 79, оны 100-ге көбейтемін. Одан тағы да мына бірінші көбейткішті азайтамын. Міне, 79-ды мәні шығады 7821. Енді әрі қарай 44-ті 99-ға көбейтейік. Не істеймін? Бірінші көбейткіш 44. 44-ті 100-ге көбейтемін. 44-ті 100-ге көбейтемін. Одан тағы да азайтамын мына 44-ті. Мына жердегі санды азайтасыздар. Түсінікті ме? Әрі қарай есептеп өздеріңіз шығарасыздар. Енді 5-тің әсін қарайық балалар. 5-тің әсінде біз жаңа біріншісінде мынада 99-ға көбейтуді тәсілін үйрендік. Енді 5-тің әсінде 101-ге көбейтуді қалай орындауға болатынын түсіндір және есептеуді орында дейді. 72-ні 101-ге көбейтеміз. Ол үшін бірінші көбейткіш 72, 72-ні 100-ге көбейтеміз және қосамыз оған тағы бірінші көбейткіш 72-ні. Түсінікті ме балалар? Жақсылап түсініп алыңдар. 54-ті 101-ге көбейтейік. Әсін қарайын. 54-ті 101-ге көбейтейік. Не істейміз? Бірінші көбейткіш 54. 54-ті 100-ге көбейтіп, 54-ге қосамыз. Жаңа біз мына жерде 79-ді 99-ға көбейткенде 79-ді 100-ге көбейтіп, одан шыққан санды тағы да 79-ді азайтып едік. Ал мына жерде 101-ге көбейткенде 54-ті 101-ге көбейту үшін 54-ті 100-ге көбейтіп, 54-ге қостық. Түсінікті ме балалар? 5454 шығады. Екіншісін қарайық. 76-ны 101-ге көбейтейік. Не істеймін? Бірінші көбейткіш 76. 76-ны 100-ге көбейтемін. Қосамын оған тағы 76-ны. Осылай балалар 5-ші есептің асын, әсін өздеріңіз шығарасыздар. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.